Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 77-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы табиғатты қорғаймын, шығыс септік. Сөйлемнен шығыс септіктің жалғауы жалғанған сөздерді таба аламын және шығыс септік жалғауларын білемін дейді. Енді 68-ші жаттығуға қарайық балалар. Ертегіні тыңда дейді. Алдымен оқиық. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкеп бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек: "Маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін" деп ұртын бұртитты. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігінде 2-3 бүртігі бар екен. Оны басқа бір көжек қағып алды да бір-ақ асады. Сұр көжек аш қалды. Атасы оған: "Солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады" деді. Мәтін бойынша берілген тапсырма: ертегідегі нақыл сөзді тауып мағынасын талқылаңдар дейді. Берілген біздегі сөз ол өкпелеген үлесінен құр қалады. Яғни өкпелеген үлесінен құр қалады деген өкпелеймін деп өз үлесінен құр қалу, барға қанағат ету, болмашы заттарға өкпелей беруге болмайтынын айтып тұр. Келесі бізде 60-ші жаттығу балалар. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Аттан биік, қойдан аласа. Жұмбақтың жауабы ерте оқым. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, олардың қай септікте тұрғанын айт дейді. Аттан, қойдан, қарамен жазылған сөздер. Аттан деген неден? Яғни түбірі ат, тан, шығыс септігінің жалғауы. Қойдан неден? Түбірі қой, дан, шығыс септігінің жалғауы. Енді балалар берілген ережені мұқият оқып есте сақтайық. Шығыс септігіндегі зат есімдер кімнен, кімдерден, неден, нелерден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Шығыс септігі атау септігіндегі сөзге наннен, данден, тан, тен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды шығыс септік жалғаулары деп атайды. 64-ші жаттығуға қарайық балалар. Мәтінді көшіріп жаз дейді. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Топ-тобымен жайылады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады дейді. Мәтіннен шығыс септігіндегі сөздер тауып астын сыз делінген. Яғни мәтіндегі шығыс септігіндегі сөздер бұлар қақтан, суаттан, көзден. 65-ші жаттығу. Сызбадағы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тап, бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Бізге нан, нен, тан, тен, дан деген жалғаулар берілген. Осы жалғауларға сай келетін зат есімдерді тауып көрейік. Арманнан, дүкеннен, кітаптан, бесіктен, ауылдан, теңізден. Келесі 66-ші жаттығуға қарайық балалар. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, мақал-мәтелді көшіріп жаз. Бір-біріңе түсіндіре отырып, сөйлем мүшесіне талдаңдар. Шығыс септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар дейді. Енді ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Отан, оттан да ыстық. Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Барлық өнерден сөз өнері күшті. Мақал-мәтелдерді сөйлем мүшесіне талдайық. Ақыл жастан шығар, асыл тастан шығар. Бұл жердегі шығар баяндауыш, асыл бастауыш, ал тастан толықтауыш болады. Одан кейін екіншісі отан, оттан да ыстық. Бұл жерде бастауыш отан, ыстық бізде анықтауыш, ал оттан да деген тоқтауыш болады. Одан кейін бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Шығар бұл жерде баяндауыш, қол деген бастауыш, ал жеңнен деген тоқтауыш болады. Барлық өнерден сөз өнері күшті. Бұл жерде бастауыш сөз өнері, күшті деген анықтауыш, ал өнерден деген тоқтауыш болады. 67-ші жаттығуға қарайық балалар. Берілген сөздердің шығыс септігінде тұрғанын дәлелде. Аралымнан, өрістен, теңізден, кітаптан. Алдымен осы сөздерді қатыстырып сөйлемдер құра, содан соң сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде дейді. Мен мектепке аралымнан бұрын келдім. Малдар өрістен қайтты. Теңізден салқын самал еседі. Балалар кітаптан берілген тапсырмаларды орындады. Енді сызба бойынша жауап берейік балалар. Мен мектепке аралымнан бұрын келдім. Жатыс септігіндегі сөз аралымнан, яғни кімнен деген сұраққа жауап береді. Одан кейін малдар өрістен қайтты. Малдар қайдан қайтты? Малдар өрістен қайтты. Теңізден салқын самал еседі. Қайдан салқын самал еседі? Теңізден. Балалар кітаптан берілген тапсырмаларды орындады. Балалар неден берілген тапсырмаларды орындады? Балалар кітаптан берілген тапсырмаларды орындады. Осымен балалар, бүгінгі біздің 78-ші сабағымыз аяқталды. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.